Алматы облысы Іле ауданындағы Сарыбұлақ құс фабрикасы алғашқы 10 мың тонна ет өнімдерін шығарды. Алғашқыда жұмыртқа бастаумен айналысқан шаруашылық 2014 жылдан құс етінде өндіре бастады. Сарыбұлақтың бүгінгі тыныс-тіршілігі жайында тілші бейнематериалында. Құс фабрикасын тиімді жүргізу үшін ең әуелі азықпен қамтамасыз етуді ойластыру қажет. Сарыбұлақта бұл мәселе ешқандай қиындық тудырмайды. Өйткені сағатына 20 тонна құрама жем шығаратын өз заводы бар. Құрама жемнің арқасында балапандар 35-40 күннің ішінде ет алады. Нарықтың сұранысына қарай тауық еті тұтастай және бөлшектеліп сатылады. Біздің негізгі нарығымыз бұл енді Қазақстан бүкіл облыстарын қамтимыз, және де ең басты өзіміздің Алматы қаласының осы азық-түлік пойызы бойынша осы құс етімен қамтимыз. Және де осы біз құс етін тек қана өзіміздің нарықта ғана емес, бұл Ресейге де, Қырғызстанға да және Өзбекстанға да, басқа елдерге де шығарып тұрамыз. Бір тауық қорадағы 150 мың балапанды небәрі 2 адам күтіп қаптайды. Мұнда барлық жүйе автоматтандырылған. Жалпы құс фабрикасында 500-ге жуық адам істейді. Олардың басым бөлігі жақын маңдағы ауыл тұрғындары. Мен істеп атқаныма 10 ай болды. Бәрі ыңғайлы, менің жұмысым жеңіл. Осының дән суына қараймыз, балапанның. Сарыбұлақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ет бағытын дамытуына мемлекеттің берген несиесі септігін тигізген. Соның арқасында шаруашылық қазақстандықтарды сапалы өніммен қамтамасыз етіп келеді. 14 жылдан бастап осы ет бағытындағы құс фабрикасына біз қаражат бөлдік. Қаражаттың сомасы 7,4 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде 4 миллиардын алып бітті. Қаражат ұлттық қорынан бөлінген болатын, 6%-ға үстем ақы мөлшері, мерзімі 3 жылдан 10 жылға дейін. Бүгінгі таңда республикада 56 құс фабрикасы жұмыс істейді. Оның 37-сі жұмыртқа, ал 19-ы бройлер бағытында. Қазақстанда өндірілетін құс етінің артықшылығын мамандар былай түсіндіреді. Қазақстанда өндірілген зат таза зат, ГМО дейміз, антибиотик, басқа заттар қосылмаған таза ет деп. Біз инжектория дейміз, ондайды біз қолданбаймыз. Ол анау терінің астына уколмен, шприцпен 150-200 грамм суны инжекторировать етіледі. Ол терінің астына. Оны соны мұзға қатырып, соны пакетке салып сізге береді. Алдағы уақытта Сарыбұлақ құс фабрикасының басшылары балапан бағатын қосымша орындар салып, кешенді кеңейтуді жоспарлап отыр. Бұл құс етінің көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Ұлан Нарынбек, Әбен Нарынбаев, Алматы облысынан.